Шешендік сөздер. Төле би туралы әңгімелер. Бала төленің төрелігі. Төле бала ауыл сыртында қозы бағып жүргенде, жанынан өтіп бара жатқан қос аттының бірі Әлібек қартайыпты, әділдігінен айныпты деп ренжіп бара жатқанын естіп қалады. Төле олардың алдарынан шығып, сәлем беріп: "Оу ағалар, әкем Әлібектің билігіне ризамысыздар жоқ, наразымысыздар?" дейді. "Наразымыз балам. Әкең әділ билік айтпайды. Ендеше қайтыңыздар." Екі жақ Әлібектің алдына қайта келгенде, бала Төле: "Ата, билікке екі жақ бірдей риза болу керек. Әйтпесе ол әділ билікке жатпайды. Жеңілген де, жеңген де шындықты мойындау керек" дейді. "Олай болса балам, осы даудың билігін өзің айтып берші." Төле әуелі таластың мәнін сұрайды. Сонда дауды бастаған жігіт ботасында жоғалтқан түйесін жолда кезіккен керуеннен танығанын айтады. "Бұл өтірік айтып тұр" дейді керуен басы саудагер. "Ал енді жігітім, тапқан қуанады, таныған алады деген, сен таныдым дейсің. Қалай таныдың?" "Менің танығаным" дейді ол, "түйем туар уақытысына жақындаған кезде бошалап кетті. Бір жетіге дейін таптырмаған түйем тау баурайында боздап, ары бері кезіп жүр екен. Ботасын қасқыр жесе де, шала туса да кетпес еді. Сонысына қарап, ботасын біреу алып кеткенін түсіндім. Содан бері жүргінші көрінген түйеге көз салып жүрушем. Көрген бойда таныдым." Төле ойланып отырып: "Сол танып тұрған аруананың енесі бар ма?" дейді. "Бар." Төле қарсы жаққа қарайды. "Иә саудагерім, сөйле." "Бұл өз түйемнің ботасы. Жалақорға тура сөзіңізді айтыңыз. Іштегі ботаны танимын дегенге адам сене ме?" "Енесі бар ма түйенің?" "Туған енесі бар." "Онда екеуің де енелерін алып келіңдер." Дауласқан екеуі бесті атандарының енесін алдырады. Төле: "Атанды тізгендеңдер де тақымына қылбырауды салыңдар" дейді. Жұрт айтқанын лезде орындайды. Бесті атанның тақымына қылшыбырды салып, шыңғырта бұрағанда, таныған жігіттің түйесі көзінен жас парлап, мұрындығын жұла-жұла бақырып жатқан атанның үстіне түсе қалады. Ал саудагердің түйесі орнынан қозғалмай, жаймен күйсеп тұра береді. "Оу халайық, көріп тұрсыздар, мына жануар шын анасы екен. Не дейсіздер?" "Рас, аруана ботасын танып тұр. Төле жанның бұл әділдігіне ризамыз" деседі жұрт. Төле саудагерге қарап: Саудагерім, мына хайуанда болса әділетін халықтың алдында көрсетті. Атанның кімдікі екеніне халықтың көзі жетті. Сен енді құтыла алмайтын болдың. Күнәні мойынға алған жеңіл. Мына халықтың алдына шығып шындығыңды айт." Осыдан 5 жыл бұрын жайлаудан қалаға қайтып келе жатып, жапан түзде бір төбенің баурайында боталаған түйенің үстінен түстім. Ботасы аяқтан алмай жығылып тұрып жатыр екен. Түйені алсам сіңіре алмаймын. Жолда ел көріп, пәленше саудагер алып бара жатыр дейді. Мұна ботаны алып кетсем ешкім білмейді. Алашаға ораймын да қомның арасына таңа саламын. 1 жылдан кейін түйе боп шыға келеді. Бір түйе маған аз олжама деп сол ботаны алып кетіп ем. Кешсеңдер де, бас кессеңдер де өздерің біліңдер деп мойындапты.